Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен чак-чак жасайтын боламыз. Ал жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 4 дана жұмыртқа саламыз. Оның үстіне тұз, сода және де қант қосамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Енді оның үстіне өлшеуіштің көмегімен өлшеп, ұнымызды қосамыз. Енді қолымыздың көмегімен қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін оның бетін жауып қойып қоямыз. Қамырды жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып қоясыздар. Менің қамырым 1 сағат көлемінде тұрды. Енді қамырды 2 бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Қамыр кішкене қатылау болады, сол себептен қолымыздың көмегімен жақсылап басып жаямыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін енді қамырды кесетін боламыз. Ең алдымен оқтауға қамырды ораймыз. Видеода көрсетілгендей етіп кесіп, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қамырларыңызды кесіп бастаған кезде чак-чакты пісіретін арнайы табаға майды құйып, астын қосып қоямыз. Май жайлап қыза береді. Видеода көрсетілгендей етіп майда бөліктерге бөлеміз. Дәл осылай екінші қамырды да жасаймыз. Оқтаудың көмегімен жайып, видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөлеміз. Егер сіздерге менің каналымдағы видео рецепттер ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Майымызды алдын ала қыздырып алған болатынбыз. Жаңағы кескен бөліктерімізді майға салып, тез-тез пісіріп аламыз. Байқасаңыздар, өте тез піседі. Күйіп кетпес үшін міндетті түрде араластырып отырып, шығара береміз. Барлығын қорып алғаннан кейін енді сиропын дайындайтын боламыз. Енді біз сироп дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге асты қалың ыдыс қажет. Оның үстіне ыстық суымызды қосамыз, қант және де бал қосамыз. Оны газымыздың үстіне қосып, жақсылап араластырамыз. Чак-чакқа кунжут қосқан болатынмын. Бұл өздеріңіздің қалауларыңыз, қоспай қойсаңыздар да болады. Табаға 2 бетін қызарып, қуырып аламыз. Барлық қамырды қуырып болғаннан кейін оның үстіне салмасын салатын боламыз. Менде салмасына кунжут, қара мейіз және де жаңғақ. Жаңғақты майда бөліктерге бөліп қосқан болатынмын. Салмасын қосып болғаннан кейін біркелкі етіп жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырылғаннан кейін оның үстіне дайындаған сиропымызды қосамыз. Сироп бізде қант, су және де балдан жасалған. Сиропқа қандай мөлшерде қосу қажет, видео астына жазып кететін боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Сиропымызды қосып болғаннан кейін барлығына тигізіп жақсылап араластырып шығамыз. Чак-чак дайын болғаннан кейін пергамент қағазын төсеп, формаға чак-чакты салатын боламыз. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы кез келген форманы алсаңыздар болады.
Менде 4 бұрыш формалы және де дөңгелек формалы 2 ыдысқа салған болатынмын. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Менің екінші формам бұл дөңгелек пішінді. Барлығын жақсылап біркелкі етіп салып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін бетін жауып міндетті түрде тоңазытқышқа бір күнге салып қоямыз. Чак-чак қатуы қажет. Осы рецепт бойынша чак-чак жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және де барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Егер сіздерге осы рецепт ұнаса, осы видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!